Сәлеметсіз бе? Менің есімім Қаламқас болады. Сату бөлімінің басқарушысы. Сізге бірнеше сұрақ қойып өтсем, иә? Сіздің есіміңіз кім болады? Менің есімім Гүлім болады. Танысқаныма өте қуаныштымын. Қай өңірден келіп отырсыз? Осы Алматы қаласынан. Жақсы. Қай сыныпқа сабақ бересіз, мұғалімсіз бе? Бастауыш сыныбына. Жақсы. Курс оқуға дейінгі қорқыныштарыңыз қандай болды? Курс алғаннан кейінгі сол қорқыныштарыңызды баса алдыңыз ба? Осы методиканы шынымен де істете аламын ба, істейді ма деген сұрақтар болды басымда. Сондай қатты қорқыныштарым болған жоқ. Жақсы. Қандай нәтижелер көріп жатсыз? Нәтижелерім өте керемет деп айтсам болады. Өйткені жаңағы оқытқан бір балам, ешқандай әріп меңгермеген бала, сол баланы бір айдың ішінде әріптерін жаттатып, және сол бала, сол оқушы бірінші сыныпта, бірінші тоқсанда жай мектептен гимназияға ауыстырылды. Өте тамаша, қуаныштымын сіз үшін. Және де қосымша табыс тауып жатсыз ба қазіргі таңда? Иә, көп емес, бірақ тауып жатырмын. Бірінші нәтижеге өте жақсы деп айта аламын. Яғни қорқынышыңызды жеңуге Кәусара Сағадатқызының бір сөздері, мотивациялар әсер етті ме сізге? Иә, үнемі айтады ғой, ол кісі қорықпаңыздар, тек бастап кету керек. Шынымен де бастағаннан кейін ары қаратай қалай ол жалғасып кеткенін, жаңағы өзіңіздің қорқынышыңызды да ұмытып қалады екенсіз. Сөйтіп, солай жұмыс істеп жатырмын қазір. Жақсы, қараңыз, қанша оқушы алдыңыз және де қанша табыс таптыңыз? Егер де құпия болмаса, айта өте аласыз ба? Жаңа айтқанымдай, көп ақша тапқан жоқпын. Және де мен бірінші ақша табу мақсатында емес, баладан сол бір нәтижесін шығарайыншы, ата-ананың баласы ғой, енді ата-ана беріп отырады сол баланы. Баланың несіне қалқалмайын, обалына қалқалмайын, әйтеуір алдыңда отырған баладан осыны түсіндіріп, оқытырып, әйтеуір бірден кейін үйретіп жіберу ғана болды. Сондай мақсатпен сондай көп ақша табамын деп бастаған жоқпын. Және де айтатындай да ақша емес. Нәтижесі бар, иә. Нәтижесі өте жақсы, нәтижелері бар. Ол буында оқытпақ болсын, ол әріп жаттатпақ болсын, ол 14-інде сөзбен оқытпақ, бәрінен де нәтиже бар. Жаңа оқыған оқушыларыңыздың ата-аналары сізге риза болып жатыр ма, рахметтерін айтып жатыр ма, қандай таңғалыстарын айтып жеткізіп жатыр ма сізге? Ата-аналар жағынан тек ғана гимназияға ауысқан оқушым, содан ата-анасы өзі звондап маған, сойынан рахметін айтты. Жақсы, сіз үшін қуаныштымын. Осы курсты оқығысы келіп жүрген мұғалімдерге не айтар едіңіз? Ойланбаңыздар деуші едім. Ойланбаңыздар, шынымен де нәтижесі бар, методика жұмыс істеп тұр. Келіңіздер, оқып алыңыздар. Жақсы, рахмет үлкен жауаптарыңызға.